Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 18-ші сабақ 9 саны және цифры. Номер 1-ші есепке қараймыз. Суретте қай заттар 9-9-дан бейнеленген. Бізде тақтада 9 түрлі дөңгелектер белгіленген. Қызыл, көк түсте, балалар, қараймыз. Және де сағат. Сағаттың астында бізде 9 стакан берілген. Қызыл, сәбіз түсті, жасыл түсті стакандар белгіленген екен. Және әр оқушының алдында 9 түсті дөңгелектер заттар бар екен. Және тағы айтатын болсақ, мұғалімнің қасында үстелде бордың саны 9 екен, сары, қызыл, көк түсте бейнеленген. Ал енді балалар, келесі тапсырманы оқып шығайық. Сырым 2 дана түрлі түсті парақты ортасынан 2 рет бүктеді. Бүктелген қағаздан дөңгелек қиып алды. Неше дөңгелек шықты? 9 дөңгелек болу үшін неше дөңгелек жетпейді, дейді балалар. Енді қарайық. 2 дана түрлі түсті парақты ортасынан 2 рет бүктесе, бүктелген қағаздардан қиып алған болса, неше дөңгелек шыққаны, яғни 9 дөңгелек болу үшін алдымен не істейміз сонда балалар? Жалпы жазып аламыз. Берілгені бізде 4 дөңгелек шықты. Ал 9 дөңгелек болу үшін неше дөңгелек жетпейді? Яғни біз 9 санынан 4-ті азайтамыз. Сонда тең болады 5. Сонда жауабы 5 дөңгелек жетпейді екен. Балалар, келесі бізде номері 2-ші есеп. Тапсырма бойынша сандардың қосындысы мен айырмасын құрастыр. Яғни 8-ге қосамыз 1-ді, тең болады 9. Егер керісінше жасайтын болсақ, 1-ге қосамыз 8-ді, тең болады 9. Яғни қосындылардың, қосылғыштардың орны ауысқанмен мәні өзгермейді. Келесі бізде 9-дан азайтамыз 8-ді, тең болады 1. 9-дан 1-ді азайтсақ 8 болады екен. Келесі бізде 7 қосу 2 тең болады 9. 2 қосу 7 тең болады 9. 9-дан 7-ні азайтсақ 2 болады. 9-дан 2-ні азайтсақ тең болады 7. Сосын келесі бізде 6-ға 3-ті қоссақ тең болады 9. Одан кейін 3-ге 6-ны қоссақ тең болады 9. 9-дан 6-ны азайтатын болсақ 3-ге тең екен. 9-дан 3-ті азайтсақ тең болады 6. Келесі бізде 3-ші ретте 5-ге қосамыз 4-ті тең болады 9. 4-ге қосамыз 5-ті тең болады 9. Енді біз азайтатын боламыз. 9-дан 5-ті алғанда 4 болады. 9-дан 4-ті алғанда жауабы бізде 5-ке тең екен. Осылай жазып шығамыз. Келесі балалар, бізде номері 3-ші есеп. Тапсырма бізде заттарды саны және олардың санын салыстыр және жаз дейді. Бірінші суретте бізде бояуға арналған ыдыс, бізде 6 және қайшының саны 5. Яғни 6 5-тен артық деген сөз. Келесі бізде бояуға арналған кисточканың саны 9 және біз оны қайшымен салыстырамыз. Яғни бұл жерде 5-тен 9 артық. Осылай салыстырып шығу керек. Келесі бізде балалар номері 4-ші есеп. Бос орындарға тиісті сандарды ата, өзің 10-нан 1-ге дейінгі сандар қатарын құрастыр. Бұл жерде бізде қандай сандар жоқ, соны табуымыз керек. Олай болса санап шығайық. 10, 9, бұл жерде бізде 8 пен 7 жоқ, яғни жазамыз 8, 7, 6, 5 және 4 пен 3 жоқ екен. 4, 3, 2, 1. Осылай 10-нан 1-ге дейін керісінше жазып шығамыз. Осымен балалар, сабақ аяқталды. 18-ші сабақты аяқтадық. Менің арнама тіркеліп алыңдар және де қоңырауша белгісін басып қойыңдар.